Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 127-ші сабақ, 36-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Сол арқылы қандай мереке жайлы айтылып тұрғанын болжа дейді. Мінекей, бірінші мемлекеттік рәміз ту болады, екінші әріптер қатары әліпби, үшінші үй құсы тауық, мемлекеттік рәміз елтаңба, ешкінің төлі лақ, сұйық зат дегеніміз су, сүттен жасалған тағам ірімшік, мемлекет Қазақстан дейміз, музыкалық аспап домбыра, оқу пәндерінің бірі қазақ тілі, түнде ұшатын құс үк деп жазсақ, сөз жұмбақты шешкен боламыз. Яғни сөз жұмбақтың ортасындағы сөз шешуі тәуелсіздік деген сөз шығады екен. Осылай әр берілген 11 сұраққа жауап бере отырып, біз тәуелсіздік деген сөз жұмбақтың шешуін тауып алдық. Енді осы сөз жұмбаққа байланысты тағы да бір мынадай тапсырманы орындайық. Бірінші, тәуелсіздік күні қай күні тойланады? Тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда тойланады. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына неше жыл болды? 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік алдық. Яғни осы 2025 жылы біздің тәуелсіздік алғанымызға 34 жыл болады екен, бұйырса. Енді елімізде тәуелсіздік құрметіне арналған қандай ескерткіштер бар дейді. Тәуелсіздік монументі бар, Алматы қаласында республика алаңында орналасқан. Одан кейін Мәңгілік ел қақпасы Астана қаласындағы. Астана бәйтерек монументі де еліміздің дамуы мен тәуелсіздігін бейнелейді. Қарағандыда тәуелсіздік ескерткіші бар. Ал Шымкентте жер ана деген осы тәуелсіздікке арналған ескерткіштер бар екен. Яғни елімізде тәуелсіздік құрметіне арналған осындай ескерткіштерді айтып өтсек болады. 37-ші жаттығу көркем жаз. Қазақстан біздің сүйікті ата мекеніміз. Ол 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялады. Еліміз әлемге танылған мемлекет болды. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда, түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле дейді. Мінекей, қарамен жазылған сөздер: Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз, түбірі қазақ, стан дегеніміз жұрнақ болады. Біздің түбірі біздің жалғау, сүйікті түбірі сүй, үкті деген жұрнақ болады. Етістіктен сын есім тудырып тұрған жұрнақ. Атамекеніміз бұл екі ата және мекен деген екі сөзден біріккен сөз, іміз деген жалғау болады. Одан тәуелсіздігін деген сөзде тәуелсіз түбірі болады, дік деген жұрнақ, ін деген жалғау болады екен. Осылай сөз құрамына талдап, қосымшаларды осылай сызып көрсетіп қойсақ болады. Келесі 38-ші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып туған елім мақтанышым тақырыбында әңгіме құрап жаз дейді. Мына берілген тірек сөздер бойынша былай құрап жазсақ болады. Туған елім мақтанышым, менің туған елім Қазақстан. Ол кең байтақ, алтын дәнді жерімен әлемге әйгілі мемлекет. Біздің елімізде көптеген ұлт өкілдері тұрады. Мен туған елімді мақтан етемін. Мінекей, мұнда берілген бірнеше тірек сөздерді пайдалана отырып, туған елім мақтанышым тақырыбында біз осылай қысқаша әңгіме құрап жазсақ болады екен. 39-ші жаттығу түбірлес сөздерді топта дейді. Мінекей, былай топтаймыз. Өнер, өнерлі, өнерпаз. Бұның түбірі өнер болады, бір түбірден жасалған сөздер. Ой, ойын, ойлан, ойла, ойыншы. Түбірі ой деген сөз болады бұл сөздерде. Су, суат, сусын. Бұл сөздердің түбірі су болады. Дала, одан кейін дарқан. Бұл сөздерге тағы да басқа түбірлес сөздер көрсетілмеген екен. Осылай түбірлес сөздерді топтап жазып аламыз. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.